Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетіп, әрі менің осы арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұранамын. Біздің санымыз 30 мыңға жетіп қалыпты, соған тезірек жетуге ат салыссаңыздар екен деймін. Көп рахмет. Тақырыпқа келетін болсақ, бірер күнде естідім, бейне жазбаларында көрдім. Мынау Жетібайдағы бауырларымыз, қандастарымыз жетістікке жетіпті деп сүйіншілетіп, жаңағы малақайларын аспанға атып жатыр, я? Мүмкін, қуанатын жағдай шығар, 4 айдан бері әйтеуір қол жеткізді деп. Сол билік 4 айдан бері қайда қалды екен, осыны естейтін болса, естейтін мемлекет болса, халықтың жағдайын жасағыш болса, сол кезде қайда қалды? Енді бүгінгі күні мынау жер көктің бәрін топан су алып жатқан кезде, халықтың қаны қарайып жатқан кезде, енді міне халық көтеріліп төңкерейін деп жатқан кезде, Жетібайдың келіп өздері талабын орындап, тілек талаптарын орындап, бір келісім сөзге келіп, сол жетібайлықтардың бәрін үйлеріне жайғастырып, жұмыс пока істемей-ақ қойыңдар, ертең жаңағы ашылған кезде істейсіңдер, оған дейін айлықты алып, үйде шырт түкіріп жатыңдар деп осындай мәрттік жасапты Тоқаевтың билігі. Бұның астарында не жатыр? Бұның астарында жатқан сол халықты біріне бірін қарсы қоюға. Мынау су топанның астында қалған халық қаны қарайып, ертең билікке қарсы шыққан кезде, осы жетібайлықтар, біз дегенімізге жеттік, бізге су тиген жоқ, тисе де біздің ұпайымыз түгел деп үйде шырт түкіріп жатады, халық оларға да ашынады. Сонымен өстіп мына билік өзінің құйтырқы саясатын тағы да іске асырды. Ал мынау аңқау да аңғал қазақ бұны тағы да жұтып қоя салды, сүйіншілетіп, қуанып, жетістік деп ойлап жатыр. Менің ойымша бұл жетістік емес, бұл тағы да сенің аңқыт, аузыңа саңқыт деді. Жетібайлықтар енді маған ренжейді деп ойламаймын. Дұрыс жеттіңдер, бірақ қандай жолмен жеттіңдер? Бұны не қандай келісім шартпен бұны сіздерге билік беріп отыр, соның астарына сіздер қарағанда жоқсыздар. Оның астарында осы жатыр. Сіздер енді осы жаңағы қалай айтсақ болады, мынау билік сіздерді сатып алды, осындай азғантай ақшамен, осындай жұмыс орындарымен сіздерді сатып алды, халықтан сіздерді ажыратты. Ажырамаған күнде көре жатармыз енді сол халықты қолдап ертең шыққандарыңызды. Кеше күні 4 ай мұздай ақтап тұрған кезіңізде халық сіздерді қолдады, сіздердің жаңағы жасап жатқан талап тілектеріңізді репост жасады, өздерінің бастарымен жаңағыдай рисковать етіп, ал бүгінгі күні енді міне билік сіздердің талап тілектеріңізді орындап, сіздерді үйге қайтарды. Ішіп жеп, демалыңдар, 4 ай шаршадыңдар ғой, мұздай ақ болдыңдар ғой деп. Ол сіздерді аяғандықтан емес, ол өздерін аяғандықтан. Ертең мынау халық көтерілген кезде не болатынын олар біліп отыр. Сол ең болмаса сіздердің саныңызбен сол санды азайтып отыр. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді қазағым, Міне, бұның жаңағы астарын, осының төркінін мен осылай көріп отырмын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Астына жаза кетсеңіздер, комментарийларыңызды аямаңыздар. Қазақ халқы ояныңыздар, ойланыңыздар. Бұл билік міне осындай жағдайда да өзінің ұпайын ойлап, өзінің айласын асырып отыр. Халықты тағы да ақымақ санап, көздерін бақырайтып қойып, осындай қадамдарға барып отыр. Соның бәрін барғызып отырған, жасатып отырған сол халықтың өзі. Сол жетібайлықтар
көре жатармыз, қалай болар екенін әрі қарай. Мынау кешегі зардап шеккен кісілердің шығындары өтелмей жатыр, өтеледі деп, өтеліп жатыр деп айтып отқанның өзінде де өтелгені жоқ. Әлі зарға ақсаған халық, міне саяжайда тұратын орыстар тұрмайды ол жерде, тек жаздың күні бір ыстықтың кезінде кішкене уақыт тұрып кеткендері үшін, солардың үйлері сол жерде суға батқаны үшін бірінші кезекте ақшаны бәрін алып алыпты, үкіметтен көмекті. Ал сол жерде тұрғылықты тұрып жатқан кісілер сол жерде тұрғандарына жазықты болып, міне өздерін сол үшін жазғырып, бұларға бермей әлі сенделтіп жүр. Міне осындай биліктің пошымы. Бұлардың созып атқаны да сол, жаңағы қайтсем бұл жерден жырып қалам, қайтсем бұлардың аузынан жырып алам деп, соған дәмеленіп, осындай қадамдарға барып отыр бұл билік. Сол жетібайлықтарда енді сендерге уәдені берді, олар білет, сендер олар өтесінде тұрмаса қайттан шығатындарыңды, сол үшін бір кішкене азнаулы ақшамен сіздерді алдап отырады, мынау халық тынышталғанша. Сол халық енді тынышталмау керек. Табанына тасты тіліп тұрып, бұл биліктің жанын шығару керек. Бәрін бірігіп, мынау Әблязовтың айтқан ұяшықтарын құрып, бұл Тоқаевты билігімен қоса тоңқайтып, алдағы келе жатқан X күніне берекелі де мерекелі өзіміздің бейбіт Қазақстанымызға бет бұру керек. Соны ойланыңыздар, ояныңыздар, бірігіңіздер. Алға қазақ елі!